Қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Біз бүгін әртүрлі торттардың сыртын қаптауға және де тортымыздың сырты бір текіз және тіп-тіке болып шығатын кремді дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен сап-салқын болып тұрған творожный сыр және де қант ұнтағы, содан соң бөлме температурасында еріп тұрған сары май қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Үстіне қант ұнтағын міндетті түрде електің көмегімен өткізіп салатын боламыз. Содан соң қант ұнтағы мен сары майымызды осылай қасықтың көмегімен біріктіріп алатын боламыз. Келесі кезекте миксеріміздің аз жылдамдығынан жоғары жылдамдығына минут сайын көтере отырып, сары майымызды аппақ болғанша миксерлеп алатын боламыз. Міне біздің сары майымыз осылай аппақ болып ағарғаннан соң үстіне сап-салқын болып тұрған творожный сырды салып, оны да жақсылап майымыз бен творожный сырымыздың барлығы біріккенше бір араластырып, содан соң бір миксерлеп алатын боламыз. Ұзақ миксерлеп тұрудың қажеті жоқ. Және айта кететін жайт, біздің майымыз міндетті түрде 82 немесе 85% болуы керек. Және міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет. Ал творожный сырымыз міндетті түрде сап-салқын болуы керек. Сол кезде біздің креміміз өте қою, өте тығыз, тортты тегістегенге өте әдемі болып келеді. Міне осымен біздің өте әдемі өзінің формасын жақсы ұстайтын креміміз дайын болды. Және бұл кремге әртүрлі бояғыштарды қоса берсек те болады. Мен бүгін торттың сыртын көгілдір түспен қаптайтын болғандықтан кремнің барлығына көгілдір түсті бояуды қосып араластырып жатырмын. Сіздер әртүрлі етіп өздеріңіздің торттарыңыз қалай, солай безендіріп әртүрлі бояғыштар қоссаңыздар да болады. Және бұл кремді капкейкелердің үстіне де жағып қойсаңыздар да болады. Торттың жанына жағатын болсаңыздар, міндетті түрде осылай кондитерский мешокқа салып қаптасаңыздар болады. Сол кезде артық крем де сыртқа кетпейді және барлығын бірдей етіп жағып алуымызға да болады. Тура осылай видеодағыдай етіп айналдыра отырып жағып алсаңыздар болады. Сол кезде барлық крем бірдей жетеді. Және де мен бұл жерде 2 мешокқа салған болатынмын. Жартысын жанына, ал жартысын бетіне қолдандым. Және тортымызды осылай спатуланың көмегімен тегістеп шығамыз. Ал жандарын кейіннен шпательдің көмегімен тегістейтін боламыз. Егер де сіздер торттарыңызда қандай креммен қаптаймын, барлық кремдер сұйық болып кете береді десеңіздер, міндетті түрде осы кремді қолдансаңыздар болады. Осылай өте әдемі болып шығады және ескеретін жайттарды ескеріп жасаңыздар, сол кезде кремдеріңіз әдемі болып шығады. Тура осылай торттарыңыз тіп-тіке әдемі болып шығатын болады. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп лайк басып, мені қолдап отырыңыздар. Және де менің каналымда өте дәмді әрі бір жасағаннан шығатын, өте оңай жасалатын рецепттер өте көп, кіріп, қарап, қолдап кетсеңіздер болады. Барлықтарыңызға сәттілік тіледім. Сіздермен бірге болған Раушан.